Тойға онлайн шақыру видеомызды телефонның формасына қалай енгізу керектігін бүгін сіздерге 1 минутта айтатын боламын. Ең бірінші Canva приложениесіне кіреміз. Жоғарыдағы функциялардың ішінен публикация в Instagram дегенді таңдаймыз. Соның ішінде осындай телефонның суретімен қойылған дизайн бар, соны таңдаймыз. Тек бесплатный деп тұрғанын таңдаймыз, платныйды таңдамайсыз. Таңдағаннан кейін жанындағы артық объектінің бәрін өшіріп тастаймыз, тек қана телефонның өзін қалдырамыз. Плюс батырмасын басып, галереядан керекті фонды таңдаймыз. Ол фонды телефонның артына қоямыз. Canvaға кірген кезде негізі мобильный видео деген бар, соны таңдасаңыз, кәдімгі телефонның экранына полный көрінетін видео ретінде түседі. Бірақ мен ол функцияның ішінен телефонның суреті бар дизайнды таппадым. Бар, бірақ ол жерде платный версия екен. Сол үшін мен публикация в Instagram дегенді таңдадым. Таңдаған фонымызды мына телефонның артқы жағына апарып қоямыз. Сол кезде артына фон болып түседі. Енді алдын ала жасалған видеомызды таңдап, плюс батырмасын басу арқылы галереядан таңдап аламыз видеомызды, сөйтіп алып келіп, мына телефонның ішіне қарай кішкене апарсаңыз, өзі ішіне қойып береді. Енді текст деген батырманы басу арқылы 60 жас мерейтой деп жазамыз. Оның түсін өзгертеміз, шрифтін өзгертеміз. Егер осы видеоның жасалу жолы керек десеңіз, менің алдыңғы видеомда бар, каналымнан көрсеңіз болады. Келесіде қандай видео көргілеріңіз келеді, соны комментарийға қалдырып кетсеңіздер болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода мен фотофонның қалай жасау керектігін сіздерге үйрететін боламын. Енді видеомызды сақтап аламыз. Жоғарыдағы скачать деген батырманы басу арқылы галереяға сақтаймыз. Нәтижесінде осындай видео приглашение пайда болды. Келесі сабақта 10 000 теңге тұратын фотофонды қалай тегін өз қолымызбен жасау керектігін сіздерге көрсететін боламын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.